Ассаляму алейкум. Бүгін рогалик дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа және де шекер қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз, үстіне майонез қосамыз. Сүзбе қосамыз және разрыхитель. Електен өткізілген ұнды қосамыз, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Иленген қамырымызды орап 20-30 минут демалтамыз. Қамырымыз демалып болғаннан кейін екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жаямыз. Шамамен 1-2 см болса жеткілікті. Жайылған қамырды кесіп шығамыз. Видеода бәрі көрсетілген. Кесіп ораймыз. Оралып дайын болған рогаликтеріміздің бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке 30 минутқа пісіреміз. Пісіп болғаннан кейін өте дәмді, керемет рогаликтер дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.